20 ғасырдың басында ғалымдар атомның құрылымын анықтады. Атомның орталық құрылымы ядро. Ол оң зарядталған протондар мен электрлік бейтарап нейтрондардан тұрады. Осылайша ядроның жалпы заряды оң, ал заряд шамасы ядро құрамындағы протондар санына тікелей байланысты болады. Протондар мен нейтрондарды бірге нуклондар деп атайды. Протонның массасы шамамен нейтронның массасына тең. Атомның жалпы массасы түгелдей дерлік ядрода шоғырланған, алайда ядроның көлемі өте кішкентай. Осылайша ядродағы заттың тығыздығы өте жоғары. Жуықтап 10-ның 17 дәрежесі килограмм бөлінген метр кубке тең. Яғни 1 сантиметр куб ядроның массасы шамамен 100 миллион тоннаға тең. Ядроның айналасындағы сфералық кеңістікте үлкен жылдамдықпен кішкентай, жеңіл, теріс зарядталған электрондар айналып жүреді. Электрон табиғатта болатын ең кішкентай зарядқа ие, және ол қарапайым заряд деп аталады. Электронның массасы протон массасымен салыстырғанда ескермеуге болатындай айтарлықтай кішкентай, шамамен 2000 есе кіші. Атомның диаметрі 10-ның -10 дәрежесі метр, ал ядроның диаметрі 10-ның -14 дәрежесі метр. Осылайша ядро экранда көрсетілгендей үлкен болса, яғни оның диаметрі 1 сантиметрге тең болса, атомның диаметрі шамамен 100 метр. Яғни футбол алаңының өлшемімен бірдей болар еді. Атомдағы электрондар, протондар және нейтрондар ашылған кезде атом құрылымында енді басқа еш нәрсе жоқ сияқты көрінген. Дегенмен, қарапайым бөлшектердің өзіндік ішкі құрылымы бар екендігі, олардың өз алдына тіршілік ете алмайтын кварк деп аталатын бөлшектерден тұратыны анықталды. Бұл енді соң. Шамамен 200 жыл бұрын Джон Дальтон барлық материя атомдардан тұрады деген теориясын ұсынды. Ол атомдарды бильярд шарлары секілді кішігірім қатты шарлар ретінде суреттеді. Дальтон атомдарды бөлек күйде көре алмағандығына қарамастан, оларды елестету арқылы өзінің атомдық теориясын тұжырымдады. Дальтонның теориясына сәйкес, қаншама химиялық элемент болса, сонша атом түрі болады, және бір элементтің барлық атомдары бірдей, яғни олардың массалары мен қасиеттері бір болады. Бұл теория материяның атомдық теориясының бастауы болды. Демокрит бізді қоршаған әлем атомдардан тұрады деп сенді. Оның ойынша, атомдардың формасы мен олардың орналасуы заттың қасиеттерін анықтайды. Ол кейбір атомдарды кішкентай, тегіс шарлар тәрізді, кейбіреулерін сүйір бұрышты кубтар секілді, ал тағы біреулерінің пішіндері әдеттегідей емес, беттері бұдыр деп суреттеді. Демокриттің айтуынша беттері тегіс, сфера тәрізді атомдардың көпшілігі су секілді сұйықтықтарды түзеді. Ал екінші жағынан, сүйір бұрышты куб тәріздес атомдар күміс секілді қатты металдарды түзеді деп айтқан. Демокрит бойынша, күкірт сияқты жеке заттар түрлері бірдей атомдардан, ал әр түрлі екі зат екі түрлі атомдардан тұрады. Томсонның моделі алтын фольгамен жасалған тәжірибенің нәтижелерін түсіндіре алмағандықтан, Резерфорд өзінің атомдық моделін құрастырды. Резерфордтың атомдық моделі бойынша, атомның ортасында кішкентай, оң зарядталған ядро болады. Онда атомның түгелдей дерлік массасы шоғырланған. Ядро күнді айналатын ғаламшарлар секілді, оны орбиталар бойымен айналып жүретін электрондармен қоршалған. Электронның ашылуы Дальтон айтқандай атомның бөлінбейтін бөлшек емес екендігінің алғашқы болжамы болды. Ертеректе Дальтон ұсынған бильярд шарына ұқсас атом құрылымы теріске шығарылды. Заттың микроскопиялық фрагменттері электрлік бейтарап саналғандықтан, атомдарда электрлік бейтарап деп болжам жасалды. Алайда атом құрамында теріс зарядталған электрондар бар екені анықталған соң, теріс зарядты теңестіру үшін атомның құрамында оң зарядтар да болу керек еді. Томсон атомды пудингтегі жүзім секілді теріс зарядталған электрондары бар оң зарядталған материяның сферасы деген теориясын ұсынды. Бұл модель атомның электрлік бейтараптығын түсіндіреді. 19 ғасырдың соңына қарай ғалымдар өте төмен қысымда ауамен толтырылған әйнек түтіктерінің электр өткізгіштігін зерттеген. Металл пластиналар электродтарға кернеу берілген кезде катод деп аталатын теріс зарядталған электродтан шоғыр шығып отырған. Бұл шоғыр тесік арқылы өтіп түзу сызық бойымен қозғалған. Бұл сәулелену катод сәулелер деп аталды. Егер электр өрісі түтік бойымен қосылған болса, сәулелер өрістің оң полюсіне қарай ауытқыған.
Британ ғалымы сэр Джозеф Джон Томпсон катод сәулелері теріс зарядталған бөлшектердің сәулелері екенін анықтаған. Ол бұл бөлшектердің жеңіл және ұқсас екенін, және катодтың қандай материалдан жасалғанына қарамастан, бөлшектердің массасы мен заряды бірдей екенін көрсеткен. Осылайша, ол бұл бөлшектер барлық атом түрлерінде болады деп болжам жасады. Бұл бөлшектер электрондар деп аталды. Жауапты қажет ететін келесі сұрақ туындады. Егер атомдар өздерінен де қарап Эрнест Резерфорд өте жұқа алтын фольгасын радиоактивті көзден шығарылған альфа бөлшектердің шоғырымен атқылаған. Альфа бөлшектер оң зарядты және алтын атомнан айтарлықтай кіші. Бөлшектердің көп бөлігі фольга арқылы оңай өткенімен, әрбір 10 мыңыншы бөлшек кері ауытқып фольганың сол бетіне қайтып отырды. Тәжірибенің нәтижесіне сәйкес, Резерфордқа Томпсонның атомдық моделін жоққа шығаруға тура келді. Өйткені егер атомдар шын мәнінде бірыңғай үлестірілген оң зарядты шарлардан тұрса, барлық альфа бөлшектер фольга арқылы кейбір кішкентай ауытқулармен жеңіл өтер еді. Резерфордтың пайымдауынша, атом центрінде атомның түгелдей дерлік массасы шоғырланған оң зарядталған ядро орналасады. Ядро электрондар айналып жүретін кеңістікпен қоршалған. Осылайша, оң зарядталған альфа бөлшек ядродан айтарлықтай қашықтықта өтсе, ол атом арқылы оңай өтеді. Алайда бөлшек ядромен соқтығысса, ол ядроның оң зарядынан тебіліп, зеңбірек оғына соқтығысқан теннис добы секілді кері кетеді. Резерфорд сондай-ақ альфа бөлшектердің көпшілігі тығыз орналасқан атомдар арқылы бос кеңістіктен өткендей өтетіндіктен, атом ядросы атом өлшемімен салыстырғанда өте кішкентай болуы керек деген қорытындыға келген.